Қазақ жерінде алғашқы мектептерді ашқан ағартушылар мен тарихи тұлғалар қазақ халқының білім алуына жол ашты. Ең алғаш мектеп ашқандар. Жәңгір ханның 1841 жылы Бөкей ордасында ашқан мектебі, қазақ жеріндегі алғашқы зайырлы мектеп. Ерекшелігі, орыс және қазақ тілдерінде оқытты. Арифметика, география, тіл пәндері оқытылды. Ыбырай Алтынсариннің 1864 жылы алғашқы мектебі Торғай қаласында ашылды. Ерекшелігі, қазақ балаларына арналған алғашқы зайырлы мектеп. Қазақ тілінде оқытты. Қыздарға арналған алғашқы мектеп ашты. Қазақтың тұңғыш кәсіби педагогы ұлттық мектеп жүйесін құрды. Николай Ильинский қазақ балаларына арналған орыс қазақ мектептерін ұйымдастыруға көмектесті. Қазақ тілінде оқыту жүйесін енгізді. Қазақ мектептерінің дамуына үлес қосты. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ мектептерінде мұғалім болды. Қазақ тілінде оқулықтар жазды. Әліпби оқулығын шығарды. Абай Құнанбайұлы қазақ балаларының білім алуын қолдады. Балаларын мектепке беріп, халықты білімге шақырды. Жоғарыдағы мәліметтер мен суреттер жасанды интеллект бағдарламаларынан алынды. Көңіліңізден шықса лүпіл басып, парақшама тіркеліп кетіңіз.